Біз енді ардагерлер кеңесі негізі осы жастардың тәрбиесіне өте маңызды көңіл бөлеміз. Өйткені біздің еліміздің болашағы да, келешегі де, амандығы да осы жастарға байланысты. Елімізді, жерімізді, шекарамызды қорғау өте маңызды міндет. Ұрпақтардың сабақтасуының дәлелі. Ата-бабамыздан қалған осы аманат болып қалған елге біздің жастар, бүгінгі әскерге баратындар, солар ие болу керек. Толығырақ айтқан кезде оқу орнын бітіргеннен кейін осы әскерге келу өзімнің мақсатым болған. Повестка келгеннен кейін мен әскерге баруды шешім қабылдадым. Әскерге бару өз ойым әр ер азаматтың міндеті деп ойлаймын. Ер азамат болғаннан кейін бұл ата-бабамыздан қалған жерді қорғайтын біз ер азаматпыз.